157 есеп бөлінгіштік қасиеттерін пайдаланып, 156 саны 12-ге, 253 23-ке, 126 9-ға, 189 21-ге бөлінетінін көрсетіңіз. Бірінші 156 бөлінген 12. Біздер бөліндінің қандай қасиеттерін өттік? Егер жақшаның ішіндегі сандар қосындылардың әрқайсысы немесе айырмалылардың әрқайсысы берілген санға бөлінетін болса, онда толық қосынды да, айырма да бөлгішке бөлінеді дедік. Сондықтан мына қарап өтейік. 156-ны біздер қалай жаза аламыз? 156-ны біздер екі қосынды ретінде жаза аламыз. 12-ні 10-ға көбейткенде қанша? 120. Соны жазып көрейік. 120. Біздер 120-ның 12-ге бөлінетінін білеміз ғой. Өйткені ол 120 12 көбейтілген 10 деген сөз. Қосылған 156-дан 120-ны азайтқанда қанша қалады? 36 қалады. Соны жазып қояйық. Міне біздер мына берілген 156 деген санды 120 қосылған 36 деп жаздық. Не үшін 120-ны таңдадық? Өйткені 120 деген ол 12-ні 10-ға көбейткен тең. Соңына 1 0 жазып қойдық. Сол 156 болады. Бөлінген 12. Енді бұны шешу жеңілірек пе? Қарайық. Бұл дегеніміз 120 бөлінген 12 қосылған 36 бөлінген 12. Білеміз, 120-ны 12-ге бөлгенде бізде 10 шығады. Ал 36-ны 12-ге бөлгенде бізде 3 шығады. Сондықтан мына жерге 10 қосылған неше болады? 3 деп жазамыз. Жауабымыз 13 шығады екен. Тағы сол сияқты екіншісін шығарып көрейік. 253-ті 23-ке бөлінетін дәлелдеңдер. 253-ті қандай сандар ретінде жазамыз? 253-ті біздер тағы да жаңағыдай 23-ті 10-ға көбейткенде неше? 23-ті 10-ға көбейткенде 230. Қалатыны қанша қалады? 23 қалады екен. Бөлінген 23 деп жазамыз. Өте жеңіл болып қалды, Бұл дегеніміз, бұл біздер 230-ды 23-ке бөлгенде 10 шығады. 23-ті 23-ке бөлгенде бізде 1 шығады. Екеуін қосатын болсақ, 11 шығады. Үшіншісі. 126 9-ға бөлінетін дәлелдеңдер. 126 бөлеміз 9-ға. Дәл жаңағыдай жазып көрейік. 126 дегеніміз бұл 90. 90-ды не үшін таңдап отырық? 90-ды өйткені 9 көбейтілген 10-ға таңдап отырық. Қосылған неше болады? 36 қалады. 90-ды 10-ға бөлген кезде бізде 90-ды 9-ға бөлген кезде бізде 10 болады. Және 36-ны 9-ға бөлген кезде бізде 4 болады. Сондықтан жауабы бізде 14 болады. Ең соңғысы 189. Бұл кішкене басқашалау екен. 189 бөлінген 21 дейді. 21-ді 10-ға көбейтетін болсақ, 210 шығып кетеді. 210 дегеніміз бізде 189-дан үлкен. Бірақ былай жазып көрейік. 189 дегеніміз ол 210 азайтылған неше болады? Азайтылған 210-дан 189 азайтылғанда 21 қалады. Сондықтан азайтылған 21 бөлінген 21 бұл да оңай болып шығады. Өйткені біздер 210-ымыз сол 21-ге бөлінеді, және 21-де 21-ге бөлінеді. Сонда жауабы 11 шығады екен. Міне осылай біздер берілген үлкен санды
екі бөлікке бөле отырып жеңілірек өрнекті шештік.